Қайырлы күн достар, сіздермен Пиксов және мен Дәулет. Бүгін біз qaznur.kz корпоративті сайтын талқылайтын боламыз. Корпоративті сайт дегенде білмейтін адамдарға түсіндіріп өтейін. Корпоративті сайт деген ол қандай да бір ұйымның, организацияның корпоративті ақпараттарын салуға арналған сайт түрі. Біздің жағдайда қазір ұйымның орнына Qaznur колледжі тұр. Яғни бұл колледждің біз бүкіл ақпараттарын, басшылығы жайлы, қызметкерлері жайлы, яғни қандай пәндермен сабақ беретіні, жалпы сабақ бергенде қандай технологияларды қолданатындығы жайлы бүкіл ақпараттарды осы сайтқа енгізе білдік, және колледж басшылығы бізге дән риза, кері байланыстарын жақсы түрде беріп жатыр. Жалпы бұл колледждің басты бетінде біз қазір орналасқанбыз. Корпоративті сайт бірнеше беттен тұрады. Мысалы, мынау қазір біздің басты бетіндеміз. Басты бетінде, яғни кез келген бетте бізде шапка деген болады, яғни жоғарғы жағы, мәзірлері орналасқан бет, және футер болады, яғни соңғы жағы. Қазір басты жағынан бастап түсіндіріп берейін сіздерге. Ең бірінші Qaznur колледжінің логотипі және оның атауы. Қазір мына жерде қазақша, орысша нұсқасы тұр. Біз сайтты екі тілде жасадық. Қазақша нұсқасына қойсақ та болады қазір. Міне, Qaznur гуманитарлық колледжі білім беру мекемесі. Qaznur колледжімен бірге жарқын болашаққа деп қосымша осы колледждің өзінің жаңағы слоганын қойдық. Жоғары жағында өтініш қалдыру батырмасы. Бұл жерде студенттер осы колледжге түскісі келетін немесе ата-аналар өтініш қалдыруға мүмкіндігі бар. Қалдырғаннан кейін колледждің менеджерлері осы кісілерге хабарласып толық ақпарат бере алады. Келесі жерде, бұл жерде біздің телефон нөмірлер, колледждің телефон нөмірлері қойылған. Жоғары жақта Instagram парақшасы, Twitter парақшасы және тіл ауыстыруға мүмкіндігі бар батырмалар қойылған. Qaznur колледжімен бірге жарқын болашаққа, бұл айтылды. Енді жоғары жақта тағы мәзірлер бар, басты бет бар. Басты бетті басса, басты бетке өтеді. Колледж туралы ақпараттар бар, яғни тарихы бар, білім беру мекемесі туралы мәлімет, әкімшілік бар, яғни администрация, материалдық техникалық қамтамасыз ету, лицензиялар, осы колледждің пікірлері, жаңалықтары бар. Жас түлектерге дегенде, яғни енді түсіп жатқан, осы колледжге енді түсейін деп жатқан, мектеп бітірген түлектерге осындай қосымша ақпараттар берілген. Курстар, емтихан кестесі, ашық есік күні, мамандықтар, қандай мамандықтар бар екені жазылған. Студенттер мен оқушыларға тағы да қосымша ақпараттар бар, яғни галерея бар, байланыс бар. Басты бетінде осындай үлкен слайдеріміз бар. Бұл жерде осы басты суреттер және қандай қосымша ақпараттар жазылған. Qaznur гуманитарлық колледждің сайтына қош келдіңіз деген амандасу сөзі бар. Және мына жерде негізгі мамандықтар орналасқан. Және тағы да бұл жерде call to action блок дейді, яғни өтініш қалдыруға тағы да үгіттейтін блоктардың бірі. Мысалы, мына жерде соңғы жағында бұл жерде футерде яғни навигация бар, Qaznur тарихы, негізгі беттерге сілтемелер, байланыс нөмірлері және почта, және осы колледждің адресі орналасқан. Және мынандай виджет қосып қойғанбыз. Және басты беттерді түсіндік. Енді колледждің Qaznur тарихы жайлы өтсек болады. Qaznur тарихын көрсеңіздер болады. Келесі беттерде әкімшілікті көрсеңіздер болады, қандай адамдар жұмыс жасайды бұл жерлерде. Және келесі бетте материалдық техникалық қамтамасыз ету беттерін көрсеңіздер болады. Яғни сурет сапасы өте нашар болып көрінуі мүмкін сіздерге, бірақ негізі бізге берілген суреттер осындай. Пікірлері бар әр кісілердің, және жаңалықтар бар. Жаңалықтарда қандай жаңалықтар болып жатыр колледждің ішінде, соны енгізіп отырады. Жас түлектерге деп Qaznurға түсудің артықшылықтары жазылған, текстовый ақпараттар қабылдау комиссиясының ақпараттары бар. Жаңағы жиі қойылатын сұрақтар бар, мысалы. Осындай ақпараттық статичный информация бар орналасқан. Студенттер мен оқытушыларға да осындай ақпараттар, сабақ кестесі, іс-шаралар жоспары бар, қандай іс-шаралар бар екені, және ата-аналар мен студенттерге арналған жадынамалар, қосымша ақпараттар орналасқан. Және галерея беті бар. Галерея бетінде суреттер орналасқан осы колледждің. Оны үстінен басып үлкейтуге болады колледждің суреттерін. Жалпы осылай жақсы деңгейде жасалынған сайттың түрі. Корпоративті сайттың бірнеше беті болғандықтан да әр беті өзгеше дизайнда жасалуы мүмкін. Біздің жағдайда қазір барлығы ұқсас дизайнда, бірақ ол өзінің сдержанный дизайнда жасалғаны, ол клиенттің сұранысы бойынша солай жасалды. Өйткені бұл қанша дегенмен колледждің сайты, басты сайты. Сол себепті сондай дизайнда логотипке байланысқан түрде жасалынды. Бұл сайтты біз 2020 жылы жасадық. Осыдан шамамен 1,5 жыл бұрын
дизайны сұраныс бойынша жасалынған. Егер дизайн әдемі жасау керек болса сіздің ұйымның сайтына, организацияларыңыздың сайтына, ол кезде проблема жоқ, біз жасап бере аламыз. Жалпы осындай сайттар, корпоративті сайттар болмаса басқа да түрлі сайттар керек болса, чат-боттар керек болса, IT қызметтер керек болса, бізге жазсаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Ол үшін осы видеоның астында біздің сайтымыздың, Instagram парақшамыздың сілтемелері бар. Дайректке жазыңыздар, сайтымызға кіріп, номерімізді көріп, хабарлассаңыздар да болады. Біз сізге әрдайым жауап бере аламыз. Жалпы біздің командамыз бойынша толық ақпаратты көрсеңіздер болады. Ол біздің pixoft.kz сайтымызда бар. Және біз өзіміздің портфолиомыз жайлы толық ақпараттарды салып өткенбіз осы сайтқа. Сіздермен болған Дәулет және Pixoft компаниясы. Сау саламатта болыңыздар.